Сәлеметсіңдер ме балалар? 6-шы бөлім қоршаған ортаны қорғау. Сабақтың тақырыбы арал тағдыры, ел тағдыры. Сабақтың мақсаты музыкалық көркемдеуіш құралдарының көмегімен әуеннің жанрын, көркемдік образдарын анықтау және салыстыру, ән айту ережесін сақтай отырып, түрлі сипаттағы әндерді орындау. Сабақта білетінім: арал тағдыры, ел тағдыры, ой толғайсың. Арал тағдыры, Сайжанның күйін тыңдап талдайсың. Тарас Григорьевич Шевченко туралы білесің. Аралым әнін тыңдап үйренесің. Терме, ән, ұғымдар туралы білесің. Аралым айдын шалғарым, термені тыңдап зерттейсің. Арал теңізінің тартылып бара жатқаны, желмен жан-жаққа ұшқан ащы тұзының табиғатқа, адам денсаулығына зиян келтіріп жатқаны белгілі. Арал мәселесі тек біздің Қазақстанға ғана емес, басқа мемлекеттер үшін де өзекті мәселелердің бірі. Аралды зерттеп жатқан отандық және шетелдік ғалымдар оның арнасын қайта толтыру жолдарын қарастырып жатыр. Арал тағдыры, ел тағдыры. Арал тағдыры, адам тағдыры дегенді қалай түсінесің? Қазір арал мәселесі шешімін тауып жатыр ма? Арал мен су мәселелерінің байланысы бар ма? Аралды қалпына келтіру үшін не істеуге дайынсың? Ойланып, өз ойыңмен бөліс. Арал тағдыры атты күйді тыңда. Күйдің орындалу нақышы қандай? Композитор тыңдаушыға қандай ойды жеткізуге тырысқан? Күй адамның қандай сезімдерін оятып тербетеді? Күйдің мазмұнын сурет шағын әңгіме, пантомима, сурет туындысы арқылы көрсете аласың ба? Арал теңізі туралы қандай пейзаж картиналарын, өлең тақпақтар, әндерді білесің?
ақпаратпен таныс. Украинаның әйгілі ақыны әрі суретшісі Тарас Григорьевич Шевченко тұңғыш рет арал туралы пейзаж салған. Тек сурет салумен шектелмей, керемет ақын болған. 1838 жылы Санкт-Петербург қаласының көркемсурет академиясын бітірген. Тарихи мәліметтерге қарағанда, ол 1848 жылы Бутаковтың басшылығымен Арал теңізін зерттеу экспедициясына қатысып, 350-ден астам пейзаж, портрет салған. Сол кезде қарапайым қазақтармен жақсы араласып, оларды өзіне баурап алған. Ол қазақ даласын ең алғаш рет реалистік түрде бейнелеген. Қазақстанда оның еңбегін бағалап, есімін қалалардағы көшелерге берген. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының орталығы Форт Шевченко деп аталады. Аралға арнап салған пейзаж картиналары: Қосаралдағы орыс кемелері, Қосаралдағы айлы түн. Жаңа ақпарат. Терме. Қазақ халық поэзиясында қалыптасқан лирикалық шығарма. Терме өнегелі, тәрбиелік мәні бар нақыл сөздерден құралады. Термеде көбінесе күнделікті тұрмыс-тіршілікке қатысты жайттар айтылады. Термеде сөз бен әуен сабақтасып келетіндіктен, ол синкреттік өнерге жатады. Терме көбінесе домбыра аспабының сүйемелдеуімен орындалады. Терменің әуенін мақамы деп атайды. Ән вокал музыкасының ең қарапайым, кең тараған түрі. Ол поэтикалық сөзден, өлең және өннен тұрады. Арал тақырыбына көптеген әндер, термелер арналған. Аралым айдың шалқарым атты термені тыңдайық. Аралым теңіз тасыған, таймаған бағы басынан, толқынын көріп жағаңа жеткенше менде асығам. Қайырда қалып кемесі талай күн өтті-ау жасыған. Қартанан құшақ ашқандай аламын қуат қасынан. Тектілік туын ұстаған адамдық иісі аңқиды ол жердің кәрі жасынан. Балығы тұзы байлығым шүкірлік етем осыған, осыған. Су ішкен тұнық тұмадан әр сөзі елге ұнаған. Нұрмағамбет нұр туған, Әбілхан бекзақ сұраған. Есімін айтсам ерлердің кеудемнен шалқып шығады. Жетеспен сабақ биеді, жолдардан өтті-ау бұралаң. Аралдан шыққан ақтаңгер, сөздері өткір сынадан, сынадан. Кешегі көкжал толқыннан құлаған, көңіл жылаған. Өте алмай біраз алқындым, суы жоқ аңғар жырадан. Алдымнан арман шақырды, қол бұлғағандай бір адам. Теңізім толып келеді, көз жасын көріп жылаған, жылаған.
ән орындайық. Аралым әні. Әннің мазмұнына көңіл бөл. Авторлар аралдың бұрынғы кездегі әдемі көріністерін және оның болашағы туралы армандарын қандай сөздермен жеткізіп отыр. Тарас Шевченконың пейзаждарымен әннің мазмұнын, әуенін салыстыр. Айырмашылығымен байланысын тауып түсінігіңді айт. Өзіңді күнде қимай батушы еді. Аспанда шалқып ұшқан аққу құстар шаттана өзіңе тіл қатушы еді. Аспанда шалқып ұшқан аққу құстар шаттана өзіңе тіл қатушы еді. Ай сәулелі айдынында талайлар қызығушы еді байлығына. Аралым айналайын сырым менің, қандай күш салған сені қайғы мұңға. Аралым айналайын сырым менің, қандай күш салған сені қайғы мұңға. Сабақтан алған әсерінен бөліс. Ойды аяқтап, өз пікіріңді білдір.